Сәлем достар, менің кітапханама қош келдіңіздер. Осы оқылған кітаптардан түйген ойымды бүгін сіздерге жеткіземін. Ендеше бірінші Қасым кітап баспасының кітаптарымен таныс болайық. Мен оқыған Гауһар Тас, Лев Толстойдың Крейсер сонатасы және Сайын Мұратбековтың Жусан иісі. Ал екі кітап әлі оқылған жоқ. Ендеше бірінші кітап Гауһар Тас, Дулат Исабеков ағайымыздың кітабы. Өте сондай эмоцияға толы, мен басынан бастап оқып, соңына дейін жылатқан кітап болды. Бұл жердегі кейіпкерлер Салтанат, Ыбыш, қазір есімде қалған басты кейіпкерлер. Басты кейіпкер Салтанаттың өмірі жайлы, мында суретте бейнеленген осы Салтанат негізі өзі сүйіп қосылмаған, әкесінің нұсқауымен Ыбышқа жар болады. Бірақ ол Ыбышты ұнатып жүргенмен Ыбыш оның сезімін бірден қабылдамайды. Өмірден өткеннен кейін ғана Салтанатты сүйетінін өзі түсінеді. Оның барлығына куәгер болған Ыбыштың інісі. Сол барлығын баяндап отырады. Соңында өте қатты жылап жүрекке алған туындым болған. Бірінші түсіндіруім сәл қысқа да нұсқа, бірақ маған да бұл бірінші не болып жатыр, бірінші тәжірибе болып жатыр, сондықтан мен де толқып тұрмын. Әлі бұдан да жақсы түсіндіретін боламын деген үміттемін. Келесі Қасым кітап баспасының Лев Толстой, яғни орыс жазушысы, аудармасы бұл Крейсер сонатасы. Бұл жердегі кейіпкерлер жұбайлар туралы, әйел мен күйеуі туралы шағын ғана айтып өтейін. Күйеуі соңында әйелін өлтіреді. Сол күйеуі өзі бүткіл оқиғалардың бәрін баяндап отырған күйеуі болады. Есімден ұмытып тұрмын кейіпкерлердің. Өте қызықты, және бұл туындыдан да эмоциялы түрлі сезімдерге бөленесіз, соңында тоже жылап қалуыңыз мүмкін. Келесі өте керемет туындылардың бірі Сайын Мұратбеков жазушымыз Жусан иісі. Бұл Жусан иісі туындысының Ғабит Мүсірепов атындағы қойылымына да барып көрдім. Ең бірінші қойылымын көрдім, одан кейін оқыдым. Немесе бірінші оқып, сосын қойылымына барып шатасуым мүмкін. Бұл туындыдан да эмоцияға толы туынды. Кішкентай баланың әкесі соғыстан қайтпай қалуы бейнеленеді. Өте көп ситуациялар бейнеленеді. Әжесінің қолында өседі. Балалық шақта бір шанамен сырғанаудың өзі оған арман болады. Жанындағы достарының шанасын түнде алып сырғанап, сондай ойынның құмарын қандыру үшін сондай кешке қарай сөйтіп сырғанайтын шақтар. Өте детальдар көп. Бұл туындыдан да жылап көңіліңіз босауы мүмкін. Өте керемет туынды, оқуға кеңес беретін туындылардың бірі. Келесі туындыларға назар салайық. Бұл отбасы хрестоматиясының кітаптары. Бұл жерде оқылған кітаптар Махаббаттың мәні, Нело мен Патраш, Ұлттық мектеп оқу үстінде, Өзбек әлі Жанбек әлі оқып біте алмай жатыр, оқуға бастай алмай жатырмын, Бейсен және болмас, Қуыс кеуде. Оқылған 4 кітап, 4 кітапта бір өзіндік ерекшелігі бар кітаптар. Біріншісі Махаббаттың мәні. Мен алғаш осы кітаппен таныстым, немесе отбасы хрестоматиясының Бейсен болмас, екеуінің біреуімен таныстым. Махаббаттың мәні өзі аты айтылып тұр. Махаббат туралы жан-жақтан зерттеулермен алынған. Бұл махаббат құштарлық туралы неше түрлі сезімге бөлінетін күй ғой бұл махаббат дегеніміз. Соның барлығын арнайы нұсқаулармен сізге жеткізіп береді. Махаббаттың тілі, махаббаттың түрлері адам арқылы, яғни бұл жердегі кейіпкерлер арқылы жеткізіп береді. Бұрынғы Совет одағындағы махаббаттың түрі қандай болған, және де ұятта болса сексуалды түрдегі махаббаттың түрі, барлығын анализ жасап сіздерге
біріктіріп беретін сондай керемет кітап. Отбасын құруға ниетті болсаңыз, немесе ол тек қана отбасында ғана емес қой, ана әке махаббаты деген сияқты барлық махаббаттың түрін қамтитын туындылардың бірі. Оқуға кеңес беремін. Келесі кітап бұл Санжар Керімбай ағайымыз жазған Бейсен және болмыс. Бейсен Құранбек ағайымызды білесіздер, өмірден өте ерте озып кетті. Сондай керемет жан. Біз студенттік кезде бұл кісі айтарым бар емес, бір несі бар еді ғой, программасы бар еді ғой. Біз 2 рет па 3 рет па барғанбыз болатынбыз. тірідей деймін ба. Негізі көргенмін Бейсен ағайымызды. Өте сондай мейірімді жан. Кітапты оқығаннан кейін мен бұл кісінің қандай жолда жүргенін, қандай өмірі қандай, бұл кісі өзін емес, өз өмірін сондай жандарға, көмек қажет ететін жандарға өмірін арнаған жан екенін одан ары түсініп, құрметім одан ары артқан сондай туынды болды. Бейсен Құранбек ағайымыздың бұл жердегі басты болмысын өз аты атайып тұрғандай жары арқылы, жанындағы таныстары арқылы біліп жазылған кітап екен. Есімде қалған бір екі нұсқасын атап өтейін. Бейсен ағамыз бізде біреуге үлкен болсын, жас болсын, бір уәде берсе, оны үнемі мынау төсек қалтасында өзінің арнайы жазып отыратын қағазы бар екен. Сол жерге жазып отырады екен. Мысалға басқа қалада болса, бір аға есімде қалғаны, оқиға жазыпты, ата сол кісімен мен егер сол қалаға барсам кездесуім керек деген сияқты. Соны ақтарып, сосын неде самолетта болсын, көлікте жүріп келе жатқан кезде соны ақтарып отырып, сосын сол кісіге кіруді міндетті түрде андай өзіне бойына есіне түсіріп отырады екен. Сөйтіп қанша уақыты тығыз болса да барып амандасып, бір үйінен дәм татып сөйтіп қайтатын екен. Және де тағы бір өте андай денемді қазір түршіктіріп кетті, тағы да бір керемет бір дүниесі. Кім екені қайтыс болған есімде жоқ, бірақ достары, өзі араласатын достары болу керек. Бір кісі өмірден қайтқан екен, қыс мезгілі. Өмірден өткеннен кейін мәйітті істеуге бейіт дайындайды ғой қазір. Сол кезде қыс, тура қақаған қыс дейді, бұл қатты шығыс Қазақстан жақтау жер қатып қалған, сондай қатты ызғар қыс, жер деген жіпсімеген кезі дейді. Сол кезде барлығындай жер қазатын адамдарды, қасапшы емес, не деуші еді, ұмытып қалдым. Сондай кісілердің барлығы бірге қазы дейді. Түнімен тас, мұз болып тұрған жердің барлығын бізге уже таңертең ол кісіні жерлеу керек деген андай немен, қатты немен кірісіп кетіп, бүткіл сол ненің барлығын толығымен қазып шыққан Бейсен ағамыз. Қандай құрметің артпай, андай жауапкершілікті деген бүткіл адамгершілікті үйренетін жан осы Бейсен ағамыз деп ойлаймын. Табиғатпен өте сырлас болған дейді. Біз қазір аффирмация, визуализация жатырмыз ғой. Соның барлығын осы Бейсен ағайымыз әр демалыс сайын табиғатқа шыққанның өзінде жар айтады. Біз көбіне андай алаңдап кетеміз ғой, телефонға түсіріп деген сияқты. Көбіне тамақ алып бармайтын дейді. Тек сол жерде демалып, табиғатты сезініп, табиғаттың үнін тыңдап, сондай бір керемет демалыс болатын дейді. Айта берсең өте көп. Өздеріңіз бұл кітапты алып оқуларыңыз керек. Сіздер өздеріңіздің оқыған кезде денелеріңізбен өткізіп, Бейсен ағайымыз қандай болғанын түсінесіздер. Көңілдеріңіз де босайды, түрлі эмоциялар қозғады. Осындай керемет жаннан тірі кезінде неге бағаламай кеттік деген тоже өкініш туындайды. Бізге керемет етіп құрметін одан ары асқақтатқан отбасы хрестоматиясындағы Санжар Керімбай мырзаға өте алғысым шексіз. Осындай біздің ұлы тұлғаларымыз барына, ол тұлғаларымыздың осындай елімізге ерен еңбегі сіңгенін осындай кітаптарға шығарып тұрған өте керемет деп қолдап білдіремін. Оқып көріңіздер. Бағасы небәрі 2090 теңгеге алыппын мен.
сондай бір 3.000 теңгенің айналасында бестселлер кітаптардың бірі. Көңілім босап кетті ғой. Келесі біздегі қос кеуде. Бұның аты айтылып тұр өзі. Бұны да өте көп ұзақ түсіндіру керек болады. Мына жерден мен сізге оқып берейін. Үн болмаса, гүл болмаса, бұлбұл деген бір сұр құс. Ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қос. Бұл халық даналығының айтылған сөзі екен. Отбасы хрестоматиясынан Санжар Керімбай ағайымыз, Нәби ағайымыз осы кітапты жазған. Түрлі нелерге сүйене отырып, қазіргі біздің кеудеміздің қуыстанып бара жатқаны суретте тұр. Бұл суреттегі ескерткіш біздегі Женева қаласындағы меланхолия деп аталатын мүсін пайда болған, соны арнайы бейнелеп қойған темірден жасалған мүсін. Оқып көруге кеңес беремін. Өте керемет кітаптардың бірі. Келесі, бұл кітап маған ұсынды әріптесім және құрбым. Өте шағын кітап, өте аз беттен құралған, 61 бет. Бір күнде толығымен бітіре аласыз. Бір арнасаңыз, 4-5 сағатыңыз арнасаңыз тез-ақ бітіретін кітап. Нело мен Патраш. Бұл да отбасы хрестоматиясының аудармасы. Аударма негізі шетелдік біздегі Мария Луиза Рама деген ағылшын әйгілі жазушысы жазған, соны аударған. Бұл суреттен көріп тұрғандай Нело деген және Патраш деген, Нело деген бала, Патраш деген ит туралы. Басында өте қызықты және мұңды болып басталады, соңында өте жылайсыз. Соңында Патраш итіміз қайтыс болады дейін ба, өледі дейін ба, не дейін. Оған арнайы мынадай ескерткіші де бар. Өте сондай оқиғаларға толы, керемет бейнеленген. Бұны біздегі оқушылар да оқып, жылап қалған сәттері болды. Таныстарымның біраз балалары оқып, жылап, неге олай өліп қалды деген сияқты. Мен өзім ойлағанмын, осы жолы 2-ші сынып менде кішкентай болды да, оларға өздеріне әрқайсысын алып беремін деп. Алда бұйыртса 3-ші сыныпта әр оқушыма осы кітапты сыйлап, достықтың, ит жануарының адамға достығын, сондай бір керемет бейнеленген туындыны оқытып, өздерінің бір жүректеріне қалдыратындай етіп ұйымдастырғым келеді. Бұйыртса ол алдағы уақытта жасайтын боламын. Негізі оқушыларға, кішкентай балаларға үнемі кітап сыйлаңыздар. Естерінде үнемі қалады. Және де соңғы атап өтетінім, менің әр кітабымның ішінде осындай қағаздар жатыр. Подкаст тыңдаған кезде мен осындай қағаздарға жазады екенмін да, салып қояды екенмін. Бүгін кітаптардың бәрін ақтарып, мөрімді қойып шыққан кезде байқадым. Мында «Я и мое эго» кітабы дейді, Еркін Абдыкаимов. Оқу керек, алу керек деп қойыппын, бірақ алмаппын. Әлі де Қалып деген кітапты алдық. Өзім бір подкасттан естігенмін, ұсынған ұсынысын жазып алғам, бірақ әлі бұл кітаптарды алмаппын. Бұйыртса, бұл кітаптарды аламын. Осымен достар, мен 2 кітап баспасының кітаптарын айтып өттім. Ары қарай ұзақ болып кететін сияқты. Қалған кітаптарды сіздерге келесі бөлімдерде ұсынайын, көрсетейін, түсінгенімді айтып берейін. Келесі жолы бұдан да жақсы өзімнің ой түсінігімді қарап жеткіземін деген үміттемін. Өйткені бүгіндікке бірден кітаптарымды барлығын мөр басып жатып, ойыма Алладан берілген ой ғой, бірден бастап кеттім деп, әрқайсысын бүйтіп қарап та шыққан жоқпын. Кейіпкерлерім бар, миымдағы барын оймен деп шыға салдым, бірақ өзім сәл кішкене ұялып тұрмын, дұрыс түсіндіре алмадым ау деген. Бірақ бастадым ба, соны бірден жасап тастау керек. Миыма да андай галочка қою керек. Оны отырсам қазір ұзақ кетіп қалам, бұлай түсіндіруім керек деген сияқты ұзақ процесс болмас үшін бірден бастап кеттім. Келесі бұйыртса қандай кітапханалардың немесе қай кітаптарды сіздерге түсіндіріп бергенді қалайсыздар? Мынау мұғалімдік
ке арналған кітаптар, 4 кітабым бар, және мотивацияға толы кітаптарым бар. Бұл жерде тоже мықты мотивацияға толы кітаптарым сіңілімде жатыр. Осындай кітаптар бар. Және де орыс тіліндегі арналған кітаптар, орыс тіліндегі арналған кітаптарын біраз түсіндіре алмайтын сияқтымын. Оған өзімнің не болып тұр, кішкене күмәнданып тұрмын, сондықтан бұл кітаптарды түсіндіре аламын деп ойламаймын. Өздеріңіз қызық болса, қарап естісеңіздер болады. Мынау кожа туралы, мынау психология туралы, мынау тоже ішектер туралы, очаровательный кишечник мықты кеңестер беріледі. Магия утраны білесіздер, это начало не с тебя. Бастадым, әлі аяқтауым керек. Бұл да психология жөнінде. Сосын мынау тұрған Луиза Мейдің маленькие женщины дейді. Бұл да жақсы кітап деп ұсынған достарым көп, бірақ орыс тілінде мен кітаптарды ондай керемет оқымайды екен. Бастаймын, мына кішкене ғана басталған. Білмеймін, миымда бір шектеу бар. Сол шектеуді жеңу керек. Және діни кітаптар бар мұнда. Діни кітаптардан мен түсіндіріп бере алатын кітап Ризық, мұңайма деген кітаптар, аналар енді фиқ жөнінде кітаптар, әйелдерге арналған ғалым қалып түсіндіруге болады. Құранды түсіндіріп алмаймыз. Құран деген ол біздің өміріміз, Құран ол біздің сондай бір неміз. Оны түсіндірудің қажеті жоқ, оны оқу керек. Бұл маған келген сыйлық, Меккеден келген сыйлық. Жаңа көп біраз адам Құранды беріңізші депті, Құранды бере алмаймын. Бұл маған келген сыйлық, сыйлықты бере алмаймын. Осымен соңғы айта салатын тағы бір нем бар екен. Ең алғаш достар, мен кітапқа деген махаббатым ашылып, кітап, қай кітап еді, атын ұмытып қалдым. Шаляпина Сайнан бойында бір кітапхана болатын. Атын ұмытып тұрмын. Сол жерде мына кітаппен мына кітапты алғанмын мен. Екінші болма алғам. Екінші болма кітабым жоғалып кетті. Екінші болма маған сыйлыққа берді ғой. Брайан Трейсидің осы мақсатымды көремін деген бұл да жұп-жұқа кітап. Осы кітапты алып, оқып, сондай керемет кітапқа махаббатым ашылған кітап. Негізгі кітап оқуларыңыз келсе, осындай жұқа кітаптардан бастауға кеңес. Осымен достар, менің кітапханамдағы кітаптарды таныстыру рубрикасы аяқталды. Егер ұнаған болса, өздеріңіздің кері байланыстарыңызды беріп, астына комментарий жазып отырыңыздар. Келесі жолы тағы да бөлімдер шығаратын боламыз. Сау болыңыздар.